Жасыңыз 100-ге келсе де, дәл осындай жап-жас күйіңізде сақталғыңыз келеді ма? Тогда осы коллагенді жиі дайындап жеңіздер. Балаларыңызға да берсеңіздер, өте пайдалы, тіпті сатылымға да шығаруға болады, қыздар. Алдымен сирақтарымызды жақсылап жуып алғаннан кейін кастролямызға салып, үстінен суымызды құйып, бір қайнатып, суын төгіп тастайсыздар. Одан кейін жақсылап жуып алғаннан кейін суды сирақтың бетімен тұспа-тұс құясыздар да, қайнап шыққаннан кейін асты өте баяу отта дәл осылай жыбырлатып тұрып 7-8 сағаттай қайнатамыз, қыздар. 7 сағаттан кейін осылай етімізді саламыз. Сәбіз, пияз, чеснок, одан кейін лавр жапырағы, осындай бұршақ, қара бұршақ бұрышын салып, тағы да 4-5 сағатта қайнатамыз ғой, қыздар. Осылай сіңірі сүйегінен өзі сыпырылып түскен уақытта дайын болды деген сөз. Сорпасы да әдемі қоңыр түске айналады. Сіңірін мясорубкадан өткізіп, сорпаға құйып араластырып жіберсеңіздер де болады, немесе осылай ыдыстарға салып, бетінен сорпа құюға да болады. Салқын жерде сақтасаңыздар, өзі осылай қатып шығады.